арнап. Содан құда түсіп барған кезде білезіктің бір сыңарын оң қолына тағып кеткен. Оң қолында сыңар білезік тағып жүрген қыз атастырылған қыз деп басқа халық түсінген. Енді келесіде қызды ұзатып алып кететін кезінде екінші білезігін келесі қолына салып, сонымен басы бүтін жолдасы бар келіншек қос білезік екі қолына бірдей қос білезік салып жүретін болған екен. Бүгін енді өкінішке орай салт дәстүрден хабар болмағандықтан қазір көптеген жолдасы бар бола тұра көптеген келіншектеріміз сыңар білезік тағып жүр, жалпы бұның түсінбестікпенен. Енді бүгінгі күнде мына қызды атастырып барған кездегі жаңағы сырға салу дәстүрі. Жалпы қазақ қызына сырғаны 5-6 жасынан бастап сала берген. Құлағында сырғасы бар қыз деген сөз ол атастырылған қыз деген мағынаны бермейді. Қазір енді сырға салынып жүр, бірақ атастырудың сол кездегі жасалатын, берілетін сыйы бұл білезік. Ал сырға ол қыздың өзінің шешесінің, әкесінің тарапынан жасалып, қыз бала ес біліп, шамалы мына жаңағы топырақ ойнамай, өзі қыз екенін сезініп, қыз балалармен ойнап, сондай үстіндегі киімін таза ұстайтын сондай ақыл-есін жиған кезде бүкіл осы ауылдағы абысын ажым, шешесінің жаңағы достары солай жиналып отырып, қыздың шашын әдемілеп, таспалап өріп, сондай құлағын тесіп, сырғасын салып, сондай кішігірім шай беретін сондай жақсы салт болған. Енді үкі тағу да тура солай. Үкі тағу дегенде ол құда түсіп келгенде үкі тағып келдік деген ол балама сөздер. Үкі тағу, сырға салу деген ол балама сөздер. Үкі тағыпты деген сөз келіп басына үкі тағып кетті деген сөз емес. Қазақ қызға үкіні бесіктегі кезінен бастап тағады. Бесіктің басына үкі тағады қазақ. Ол деген жалпы мына үкі деген сондай бір қасиетті құс. Үкінің қауырсыны тұрған жерге құрт құмырсқа, жылан жыбыр жоламайтын болған. Сол үшін қазақ баласы бесіктің басына, шымылдықтың үстіне, желбіреуішіне, жалпы неден қауіптенсе, соған үкі тағып қояды. Және тіл көзден сақтайды дегенде ырым бар. Жүйрік аттың шашасына да үкі тағады. Сосын қазір енді машинаға да тағып жүр мысалға. Ол деген тіл көзден сақтайды, бәле жаладан сақтайды деген мағына білдіреді. Тақиясында үкісі бар қыз деген сөз ол атастырылып қойған қыз деген сөз емес. Жалпы салт дәстүрімізді біле жүрейік, бағалай жүрейік, ұрпақтарымызға үйрете жүрейік.